Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді тәбет ашарлықтай икра салатын дайындайтын боламыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен бізге салатты дайындау үшін қажет болады помидор, баклажан, перец, пияз, чеснок, морковь, зелень және де мұнда менде петрушка және де укроп, сонымен қатар сұйық май, ащы бұрыш, қант, тұз қажет болады. Ең алдымен помидорды жуып тазалап, ет тартқыштан өтуге ыңғайлы ететіндей етіп дайындап аламыз. Одан кейін барлығын ет тартқыштан өткіземіз. Помидордың жақсы, тәтті, етті түрін алғандарыңыз дұрыс болады. Одан кейін баклажанды кесіп дайындаймыз. Баклажанды кубиктап тураймыз және де оны тұзды суға салып қоямыз. Сонымен қатар менің каналымда қысқа арнап дайындалатын огонектің да рецептісі бар. Өте оңай әдіспен дайындалады. Жоғарыдағы сілтеме арқылы өтсеңіздер болады. Одан кейін пиязды турап дайындаймыз. Пиязды осылай жартылай сақиналы етіп турайтын боламыз. Одан кейін сәбізді турап дайындаймыз. Сәбізді кішкентай етіп кубиктап тураймыз. Кішкентай етіп тураңыздар, өйткені пісу барысында ұзақ уақытты алмайтын болады. Қолдау ретінде менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөлімінде өз ойларыңызды айта отырыңыздар. Кейін перецтерді тураймыз. Перецтерді осылай төртбұрыштылап турап шығамыз. Ащы бұрышты қосу қоспауларыңыз өз еріктеріңіз. Мен азғантай ғана дәмін келтіру үшін қостым. Кейін чеснокты да дайындап турап аламыз, ұсақтап турап дайындап қоямыз. Енді салатымызды пісіруге кірісеміз. Ең алдымен ыдысымызға сұйық майды құйып, қыздырып аламыз. Ең бірінші пиязды салып, аздап жұмсарғанша қуырып аламыз. Пияз кішкене жұмсарғаннан кейін үстіне сәбізді салып, жақсылап қуырамыз. Пияз бен сәбіз қуырылғанша суда тұрған баклажанды алып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай суы қап-қара болып шығады. Одан кейін пияз бен сәбіз жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне баклажанды салып қуырамыз. Баклажан басында үлкен болып тұрады. Одан кейін суы шығып, кейін жұмсарып кішірейетін болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай баклажанның көлемі кішірейді. Енді ең соңынан перецті саламыз, өйткені перец бұл тез піседі. Барлығы жақсылап қуырылып болғаннан кейін үстіне тартылған қызанақты саламыз. Қызанақты салғаннан кейін шамамен 30 минуттай қайнаттым. Одан кейін петрушка мен укропты кесіп дайындап қоямыз. Жақсылап қайнағаннан кейін дәмдеуіштерін саламыз. Мен бұл жерде 3 ас қасық қант және де бетін толтырмай 8 ас қасық тұз салдым. Сонымен қатар ірі қара бұрыштан салдым және де чеснок пен укроп петрушканы да осы уақытта салып, шамамен 15 минут қайнатамыз. Қайнап болғаннан кейін оттан түсіріп, 2 ас қасық толтырмай уксус құйып,
банка буланғанша араластырып қойып қоямыз. Банкаларды ыңғайлы болу үшін осылай монтоваркада булап аламыз, қақпақтарында қайнатып аламыз. Енді салатымызды жабуға кірісеміз. Буланған банкаға салатты толтырып салып жабамыз. Мен осындай банка жапқыштың көмегімен жаптым. Бұдан кейін қақпағының дұрыс жабылғандығына көз жеткізіп, әрі-бері аунатып қараңыздар. Кейін дайын болған банкаларды жылы жерге бір түнге қалдырамыз. Міне, тәбет ашарлықтай салатымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде қысқа арнап дайындап көріңіздер. Сіздерде де өте дәмді шығатынына сенімдімін. Ас болсын.